айтқанда өте маңызды және саяси мәселе. Бірақ та сіздің баяндауыңыздан менің түсінгенім, сіз мына лингвистика, содан кейін терминология көп көңіл бөлесіз. Біздің үкіметтің қабылдаған бағдарламасы бар 10 жылға. 2000 жылдан 2013 жылға. 2013 жыл уже бітіп келеді. Біз неге осы үкіметтің қабылдаған программасы қалай орындалып жатыр? Не орындалды, не орындалмады? Соны көтеру керек. Заң жүзінде соны орындалмаған болса, кім оған жауап беру керек? Кім міндетті орындауға? Сол мәселені көтеру керек. Сөйтіп олардан үкіметтен талап етуіміз керек, заң жүзінде. Ал әлгі лингвистика ол бізде институт бар, тіл институты. Олар солардың мәселесі қалай переводталды, қалай етті. Сондықтан да осы жағын кішкене саяси қылып, мына қатты. Несінің маңызын көтеру керек деп ойлаймын. Сосын латын тіліне, латын әрпіне ауысу мәселесі. Меніңше латын әрпіне ауысу керек. Бұл тарихтың былайша уақыттың талабы. Біз ауысқымыз келсін, келмесін, әрбір уақыт бізден оны талап етеді. Әлемде біздің өткен тарихымыз, өткен құндылықтарымыз ескерілмей қалады, ұмытылып қалады, жастарға жетпей қалады деген ол қате пікір. Біріншіден, бізде орыс алфавиті, біздің алфавитіміз орыс алфавиті қазіргі. Орыс тілі мектептерде жүріп жатыр. Қазақ мектебінде бәрімізде. Сондықтан да қазақ алфавиті еш уақытта ол қатардан шықпайды, оны жастар білетін болады. Сондықтан да оларды болашақта қалай болады деген мәселе ешқандай дәлелге келмейді.